أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Қадірлі жамағат, Аллаху Субханаху ва Тааля мұсылман бауырларға, мұсылман жамағатына дандайсану, тәкаппарлану, көре алмаушылықпен басқаға қарау, менсінбей қарау деген сияқты жаман қасиеттерден алыс болу керектігін ескертіп айтқан. Исра сүресінде Аллаху Субханаху ва Тааля бізге астағфируллах «Уәлә тәмши фил арды мараха» жер бетінде кербеңдеп жүрме дейді. Яғни тәкаппарланып жүрме дейді жер бетінде бізге. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر батарул хаққи ва ғамтун нас. Абдулла ибн Масудтан жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұлай деп айтқан жеткізіледі. Расында кімнің жүрегінде мысқалдай бір тәкаппарлық болса, яғни шанның тозағындай бір тәкаппарлық болса, онда ол жаннатқа кірмейді дейді. Сонда бір кісі сұрайды: «Ва Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, расында адам жақсы киінуді, жақсы аяқ киім киюді жақсы көреді ғой». Сол кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты: расында ақиқатында Аллах тағала аса көркем, әдемі және сұлулықты, әдемілікті жақсы көреді. Ал тәкаппарлық болса, ол ақиқатты мойындамау және өзгелерге мұрнын шүйіріп қарау деп айтқан екен. Міне қарап тұрсақ, қадірлі мұсылман бауырлар, момын мұсылманның бойында дандайсыну, тәкаппарлану деген жаман қасиеттің болмауы, яғни біздің тура жолда, Алланың жолында, дұрыс жолда болуының бірде-бір себебі болмақ. Өйткені біз білеміз, Алланың алдында ең әуелі алғашқы жасалған күнәлардың бірі тәкаппарлану еді. Яғни ібіліс шайтанның жер бетіне түсуінің және қуылуының лағнет айтуына себеп болған бірден бір күнә ол тәкаппарлану болған еді. Сондықтан барлығымыз шамамыз жеткенше, шамамыз келгенше тәкаппарланудан аулақ болайық. Сол қасиеттен Алла бізді сақтасын деп дұға етейік. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.